бір күнге қалада түнеп қайтуға. Кішігірім жиналыс басталды. Тасу, анау-мынау багажға салу заттарды. Балалар тек қана осы жылы ғана артына осылай сияды. Нет, в следующем, знаете, в следующем, посмотрите на мои ноги. В следующем году я уже буду лежать. Қаланың пробкасынан шыға алмай жатырмыз. Қаланың пробкасы қыздырып тұр. Их пригласили в качестве аккомпанирующих музыкантов для группы. Он был третьим запасным. Астана, қош бол, сосын көрісеміз. Орнымызбен ауыстық, қалды екен. Алдында отыр. Бізге әнар екеуміз аттамыз. Тыныштықпен жетектедік жететін жерімізге. Ақылы парковкадан кірдік. Азат палаточный лагерьдің жерін біледі екен. Соған бара жатырмыз. Неге? Потому что я должен быть всегда в кадре. Без меня невозможно жить. Я в майке. Это первый раз, когда... Еще де парковкаға қояды. Машинаны қалдырып кеттік. Енді Шибачи көзіне қарай, көліне қарай бара жатырмыз. Дәу дондырды. Не алған жоқсың, Айман? Балаларға жаңа ұрысып жатсам, неге жылы киімдеріңді алмадыңдар десем, өзімді ұмытып кеттім ғой. Көрпеме жауыламыз шашламын. Мына жер өте таза, адам аз, рахат, бірақ соқпау кішкене. Су салқын да. Вот это. Түтін шығып жатқан жерде тамақ бар шығар, барайық. Лепиховый.
Чебетейка деген кафеге келдік. Кафеде біз лагман заказ бердік, пельмень, шашлык, үйректен. Қазір соның дәмін көреміз. Айналадағы әдемі кафелердің бір екен көрінісі. Көрсетші қылар, айналадағы көріністер. О жағымыз керісінше, басқа жағым. Ар жағын терезесін көрсетуге бола ма? Ну, что здесь осталось что-то? Если мы... Лагмандар өте дәмді екен. Алпы кеңді жеді мен лагманды. Алпы ке? Пельмен қалай екен? Анар, ұнады ма саған пельмен? Айман өзінің үйрегін күтіп отырады. В общем, қараңғыда палаточный лагерь іздеп жүрмін. Вроде таптым. Мына жерде орналасқан, бірақ нақты емес. Алпам сүйанарға Айман тастап кетті мына жақта. Қайтадан тауып алуға тырысам. Жол артқа баратын жол. Қап-қараңғы. Қайда барам? В общем, бала шағаны таптым. Ластет жақып тұр екен. Аз барам оларға. В общем, абайла қызым, бала шағаны таптым. Енді андай таулардың арасымен бара жатырмыз. Бана тапқан жолыма. Анар, бері қарап жүр, қызым. Қорқып тұрсың ба, қызым? Сен ше, Албеке? Қорқып тұрсың ба? Нет, я думаю, то, что я кто-то. Яным алса. В общем, мұндай қас қараңғы орманда жүрміз. Я вижу, то, что я бессмертный. Махаббатым, қалайсың? В общем, финальный босс қалды. Бізге мына жерге шығу керек, одан кейін былай қарай, мына таудың басына шығу керек. Серьезно? Артқа қайтуға жол жоқ. Жатқан сияқты шын айтсам бар ғой. Жеттік ал. Палаточный лагерьға дейін. Жазық жерде. Анара массаж шағатқан жоқ па, жаным? Заттарымыз мені. Таптың ба, қызым? В общем, палаточный лагерь таптық. Палаткамызды қойдық. Алпекең үрлеп атып. Надувный матрасты қой Алпекең. Не көрсетсін. Это за то, что все сделал. В общем, айналамыз мынадай, тас қараңғы. Мына жақта тау бар, Иззат екеуміз шыққан мына жақта. В общем, бәріміз сыйдық. Ненің ішіне? Әзірше сыйып жатырмыз. Оп, жерімін шамымыз бар. Құдай берген. Ал қайырлы түн барлықтарыңызға. Азанда тұрамыз енді. Азанғы сағат 7, күн шығып тұр. Аналар рахаттан ұйықтап жатыр. Қызым. Мына жақта Айман күн түсіп кеткеннен күннен тығылып ұйықтап жатыр. Аяғымды созып. В общем, мына палаткада ұйықтау челлендж болды ғой. Түнде 3 рет ауасы шығып кетті, астымыз жататын. Көрпешенің. Түн жарында тұрып пысылдатып басып мұнаны былайына. Былайдан бастым деп түшіріп. Сен ұйқысында 3 бөлік болшы. Ала немізді тез-тезіліп қалған сияқты астымыздағы. Или бір жерден жел шығып тұрған сияқты. Балалар секірген ба, білмеймін ғой. В общем, мына жерде мындай не бар екен. От жағатын жер, отырып лагерьге келгендер. Бірақ енді жақпаймыз біз от. Қазір
шомылуға барамыз. Примерно мына жаққа қарай. Орманның ішінде клубникалар тауып алдық. Давай, дәмін көр, Албеке. Дәмін көр. Видеоға түсіріп алдым. Неге? Al, давай. Maması dәмін көр. Қазір мен анарға қарайықшы. Маған біреу, әне. Қазір анар саған да береміз. Onda var ya anarım falan. İyisi. Это вид. Мама, отойди, я тебе покажу. Что вы там будете сидите? У меня вот Сизат екеуміз анау шына барып қонғамыз бір рет түнде. Палаткаға жатып. Басындамыз. Түбінде ғана су қалды. Оны бір-бірімізге қамқорлық танытып, кішкене ішіп жатырмыз. Сен ішіп алдың ба уже, қызым? Кішкене? Сен іші, Албеке. мама, Албамыз ішті ма? я буду... Соңғысы маған қалдырдыңдар ма? Жоқ, Азат оның бәрі шағын емес жан. Нет. Қай жерде анарға да қалдырсын. Қандай тәтті, аз Я болса да. специально... Я специально... Асты тәтті, бата. Мама, я специально сахар. Бүкіл заттарымызды осындай үлкен спальный мешокқа салып алдық. Осылай таудан түсеміз қазір. Өліп қалған адам таспашқа сияқты. Ай сақтасын. Кеттік астына. Бүгін бізде қамқорлық деген сабақ. Бүгін табиғатқа қамқорлық танытамыз. Мұндай үлкен заттармен мына таудың басын түсіп келе жатамыз. Ана қарағына Зорға. тау түссе шашындағы тау шекішті екен. Осыған шықтық бағана. Балалар үлкен құмырсқа тауып алыпты. Мынадай. Мама, скажи, куда мы идем? Біз машинамызға бара жатырмыз. А что мы там возьмем? Қазір завтрак ішеміз ол жерде. Потом мы будем брать купальник и купаться. Жоқ. И все. Машинамыздың қасына келіп жуынып алдық. Бетімізді жуып рахаттанып қалдық. Заттар сап қойдық. Сөйтіп паркингтің дәл қасында таңғы асымызды ішіп аламыз деп шештік. Паркинг деппін ғой. Я паркинг қой, ақылы паркинг. Ақылы көлік тұрағы. Қазақша айтқанда. Айман көршілерден су сұрауға кетті. Су қойып жатыр мына жақта. Анар айтады, о, орыстар ғой дейді. Біз айтамыз, не болып орыс болса? Қызым, орыстардан су алуға болмай ма? Ну мы же снимем Wi-Fi. А?
Wi-Fi? Ну, стрельба да, там Нет, у нас никакой стрельбы с ними. Сен қайдан көрдің оны? Три богатыря. Три богатыря? Олар ана Тугарин змей дегенмен төбелеседі соны ма? Три богатыря деген мультфильм көргенбіз, соның ішінде Тугарин змей дегендер біздің нелерді ордалықтар ғой, орданың адамдары. Сонымен у нас с ними война дейді аналар. Шым кетті. Біздің завтрак кәдрен, помидор, қызанақ, пекин капустасы, нан, сосын тәтті шоколад анау. Соңынан жейміз бірақ бұны балалар, шоколадты. Қалай завтрак ұнай ма сендерге? Шендерім сәл. Біздің отбасының экоактивистері жағажайға келді. Қазір жаймендеп мусорларды жинап шығамыз. Ошым жағажай жинап бастадық. Мына жерден бастадық. Мыналардың арасын жинап мына жерге дейін келдік. Енді ары қарай балаларға қалдырамыз. Екінші жартысын. 3-4 рейсі уже мусорға апарып бастадық. Біз қайтып бара жатырмыз. Қазір тамақ ішіп алып, бассейнге барып, спа салонға барамыз. Шомыламыз. Астанада шомыла алмайды үйде. Балалар Азат пен Азат, Анар бір сіңгіп алды олар. Алпамысты сіңгіп алды әйтеуір. Су салқын екен, астында балықтар бар екен, бірақ бір жақсы бір қызығы кішкентай екен. Осындай балықтар жүзіп жүр. Аяқтардың арасында ма? Бізге жақындаған жоқ ол, кішкене алыстан бір. Алдымызда адамдар. Үнді студенттер көп екен, біраз жүр. Тамақшуге Бурабай мол деген жерге келдік. Аймандар кіріп кетті мына жаққа қарай. Кафеге қарай. Пап, что ты думаешь, сегодня какой день? Бүгін воскресенье, Димас. А нет, еще сегодня день Бурабая. Мы сами это придумали, потому что мы в Бурабае. Это понятно. Не, давайте не наблюдать. Пап, можешь прийти? Я снимаю вообще-то. Бұл жердегі бір кафешкадан тамаққа тойып алдық. Фудпарктың ар жағындағы. Халал жақсы пісіреді екен. Сөйтіп, ішінде жерде бір үлкен торговый центр бар. Соның бірінші этажына кіріп, мохито мен лимонад алып алдық 1 литрдан. Мұздай, мощный. Күн ысып тұрған кезде ішсең енді рахат. Настай камера. Маған қарап тұрайық. Маған қарап. Мохитолары. Мұндай краска қосылмаған. Аппақ. О, дәмі. Мощный. Дайте мне. Ты еще хочешь? Я не могу, я просто. Это фотография. Ален плюстың бассейніне келдік. Қалай ал көке? Су қалай? Жол сияқты олар сіңіп кеткеніне қарағанда. Давай, бомбочка, покажи. Давай, көрсет. Бомбочка.
Жылы ма суы, қызым? А? Жылы ма? Астанаға аман-есен жеттік. Қазір, в общем, қайда келдік әйма? Хабиб ағаларға 19-шы күн мейрамына кеттік. Рахмат. Атасы мен әжесіне кетіп бара жатқан бала қуанып тұрған. Танец счастья, давай. Ал бөке. Ооо, Маргарева. Ай, былай тұр әжеңді түсірейін. Әжесімен немелес кетіп бара жатыр. Хабиб ағаның үйінде қонақта болдық бағана. Жастар баскетбол ойнап жатыр.